Өкінішке орай маған осындай хат келген екен. Сенің үй жинағаның бізге бәле болды. Қайнап келген бір емес екі үш сенің үй жинағанды маған жіберіп неге сала бересің деген сияқты. Қыздар, енді мен не істейін айтыңыздаршы. Сториске салған маған өте қатты ұнайды. Сіздің үйіңіз жиналмай шашылып бұғып жатса мен екіден бір. Сол үшін жинап отырыңыз. Біздің де Аллаға шүкір бір емес 4 бала-шағамыз бар. Олар аспаннан салбырап түскен жоқ, бірден үлкен болып, олар да кішкентай болды. Сол үшін қыздар, сіздерден өтініш, ашуларыңыз келсе бізден алмаңыздаршы. Маған осындай хаттар келген кезде мен кәдімгідей таңғаламын. Бұл тек қана бір қыздан емес, осыдан бірнеше қыздан келген болатын. Мен сториске үнемі солай салып отырамын. Құрсын, біз деген таңертеңнен кешке дейін үй жинай бермейміз ғой. Кейде осылай өлең айтып, өзіміздің көңілімізді өзіміз көтереміз. Сол кезде де жіберетін шығар деймін да, біреулерге мынау билеп жүр, мынау өлең айтып жүр, пәленкестің келіні үйістіп жүр деген сияқты деймін да. Жаман қылығымыз жоқ, бірақ кейде осылай өлең айтатынымыз бар енді. Міне солай қыздар, үйдің тірлігінің барлығын аяқтап, қызымның садигіне келдім. Осылай күшті көріністер болды, барлығымызды құттықтады. Ал кешке отырысқа бардық, құрдас келіншегіміздің үйіне күшті отырыс болды, керемет болып қайттық.